Қайсыр мен Олжас, Тоқыбай достар, бүгін видеоға қош келдіңдер. Бүгін біз телефондағы GTA туралы айтатын боламыз. Егер осы видеоны ұнаса лайк басып, комментарий ұмытпайық. Ал мен бастаймын. GTA әлемдегі ең танымал ойындардың бірі. Бұл ойында маршаларды айдауға, миссия орындауға және полицейлермен атысуға болады. Пікілер жоқтарға телефондық түрі шыққан болатын. Бірақ қай ақымақ 2500 теңгеге телефондық GTA-ны сатып алады. Сондықтан сол ойынның клондарын ойнайды. Ол клондардың арасында Modot 2 ойыны бар. Бұл ойынның жақсы жеріне келетін болсақ, керемет графика. Басқа да ойыншылармен ойнауға болады және әртүрлі автокөліктер бар. Бұл ойында карта өте үлкен. Минустарына келетін болсақ, мықты телефондар талап етеді. Телефоныңыз әлсіз және ескі болса, ахует қатады. Бактарына келетін болсақ, үйлер көтеріліп тұрады. NPC-лардың жүргенімен тура қате жасалған. Яғни айтқанда түрлері хуёвый. Тағы да NPC-лардың қателігі олар тупой. Мысалы, сен машинамен келе жатсың, светофорға тоқтадың, артыңнан NPC келіп шаршап кеттім мен шешемін, шаршап кеттім. көріп тұрғаныңызда артыңызға кіріп кетеді. Бұл ойында NPC-лар машинаны ешқашан дұрыс айдамаған. Бұл қателікті разработчиктар жөндейді деген ойдамын. Әйтпесе зайбалып шығып кетті. Осы ойынның жақсы және жаман жерлерін айтып біттік. Сіздерге бұл ойыннан бір хабар айтып кетейін. Бұл ойынды қазақстандық адамдар жасаған.